Мицуко, қарапайым қыз, ол қыздарға арналған жабық мектепке бара жатқан болатын. Көптеген басқа оқушылар сияқты, ол да ашық әрі шуақты күні көңілді жүрді. Алайда күтпеген жерден белгісіз, бір күш екі автобустың арасынан өтіп, Мицукодан басқа барлық оқушыны қазаға ұшыратты. Мицуконың аман қалуы кездейсоқтық еді. Себебі ол дәл сол сәтте қаламын жерден көтеріп жатқан. Оқиға себепсіз және түсініксіз болғанымен, ол өзін қолына алды. Алғашқы есеңгіреуден кейін, бұл күштің қайта оралатынын сезіп, ол қашуға мәжбүр болды. Желдің қуаты соншалықты жоғары еді, бетон тіректердің өзі оған төтеп бере алмады. Осы жағдайдан кейін ол үрейленіп, қашуды жалғастырды. Жолда кездескен адамдарға қауіп жөнінде ескертуге тырысқанымен, біреуін ғана құтқара алды. Оқиғаның мән жайын түсіндіре алмаған Мицуко жолын жалғастырды. Мотоцикл жүргізушілері оқиғаға назар аудармай өте шықты. Жалғыз қалған Мицуконың жалғыз тірек күші өмір сүруге деген ерік жігері болды. Ол орманға жетіп, ағын су бойынан көптеген қаза тапқан оқушылардың денесін көрді. Қауіптің уақытша сейілгенін аңғарған соң, ол суға түсіп, киімін ауыстырып, әрі қарай жүріп кетті. Ол өркениеттен алыста болғанымен, төзімділік танытып, жолын жалғастырды. Ақыры қыздарға арналған жабық мектепке жетті. Мектеп оқушылары оқиға туралы бейхабар болғандықтан, бұл жер зардап шекпеген деп ойлады. Бірнеше қыз оны қарсы алып, атымен атады. Алайда Мицуко оларды танымай, Аки деген есімнің айтылуына таң қалды. Ол, сен Акисің бе, біз бір мектепте оқимыз ба, деп сұрады. Аки бұны түсінбестік деп қабылдады. Бірақ кейіннен байыппен қарай бастады. Басқа оқушылар оның амнезияға шалдыққанын айтып, мазақ қылды. Дәл сол сәтте тағы да қатты жел соғып, Мицуко жерге құлады. Әңгіме барысында Мицуко мен Акидің жақын қарым-қатынаста екені анықталды. Қайта соққан желден қорқып қашқан Мицуконы Аки жұбатып, оған ештеңе болмайтынына сендірді. Мұғалімдер Мицуконың түрін көріп, мән жайды сұрағанда, Аки оның жай ғана нашар күн кешіп жатқанын түсіндірді. Сыныпта отырған Мицуко өзінің үнемі осы мектепте болған болмағанын ой елегінен өткізді. Аки мұны растады. Мицуко таңертең қорқынышты түс көргенін айтып, онда көптеген қыздардың қаза тапқанын баяндады. Ол ағын судан киім алғанын да жеткізді. Аки терезені ашып, желдің ондай күшке ие еместігін айтып, Мицуконы тыныштандырды. Мицуко мұның барлығы тек түс екенін ойлап, сабырға келді. Аки сол күні сабаққа бармауды ұсынды. Бұл ұсыныс Мицукоға да қолайлы болып көрінді. Олар сыныптағы Таэка есімді қызбен танысты. Ол олардың арасындағы жақындықты байқап, Аки мұны растады. Сондай-ақ Сүйір атты қызбен әзілдесіп, күлісті. Аки сабақтан қашып, орманға баруды ұсынды. Мұғалім олардың жолын бөгегенімен, қыздар ешқандай жаман ниеті жоқ екенін айтып, шығып кетті. Олар жүгіріп, болған жағдайды уақытша ұмытып, көңілденді. Орман қыздарды мектептің қысымынан азат етті. Қашып жүру оларға міндеттер мен жауапкершіліктен уақытша бостандық сыйлады. Ақыры олар шаршап тоқтады. Мұғалімнен құтылғанына қуанып күлді. Аки Мицукоға әрқашан жаннан табылатынын, оның өміріндегі ең маңызды адам екенін айтты. Мицуконың студенттердің жел арқылы қақ бөлінуі туралы тұсын қыздар күлкіге айналдырды. Бірақ Сүйір әңгімені бөліп, мұндай жағдай ықтимал екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, барлығы ықтималдыққа байланысты. Шексіз ғаламдар бар, ал солардың бірінде Мицуконың басқа нұсқасы желдің қаһарына ұшырауы мүмкін. Ол тас лақтырып, бір ғаламда ол мұны жасамағанын, бірақ осы ғаламда жасағанын түсіндірді. Таэко бұл пікірге қарсы шығып, оның маңызы жоқ екенін айтты. Алайда Сүйір әрбір әрекет толқын тудырып, олардың өміріне ықпал етуі мүмкін екенін айтты. Ол тағы бір тас лақтырып, толқынды бақылауды ұсынды. Дәл сол сәтте алып қолтырауын пайда болып, Таэкоды ұстап алды. Бірақ бұл көрініс Сүйірдің әңгімесі ғана болып шықты. Оның айтуынша, бұл тек шексіз ғаламдардағы көптеген мүмкіндіктің бірі. Қыздар жастықты тауып алып, ойнай бастайды. Біреу мұнда қонып кеткенге ұқсайды. Ойын барысында Мицуко қан тамшысын байқады. Бірақ оны елемеуді жөн көрді. Сүйір егер шынайылықты өзгерткін келсе, күтпеген, кездейсоқ әрекет жасау қажет деді. Кейін ол шындық, бәлкім, алдын ала жазылғанын атап өтті. Қауырсынды мысалға алып, оның жерге түсу уақыты мен орны алдын ала белгіленгенін түсіндірді. Бұл ой Мицуконы мұңға батырды. Өйткені ол тағдырды өзгерту мүмкін емес екенін түсінді. Сүйірдің пікірінше, тағдырды алдау үшін тосын әрекет жасауға болады. Аки бұл әңгімелерден шаршап, мектепке қайта оралуға шақырды. Сүйір Мицукода берік болуды, өмірдің сюрреалды екенін, және соның құрбаны болмауды өсиет етті. Олар сабаққа дәл уақытында үлгерді. Мұғалім тақтаға жазып жатқанда, Мицуко жерде жатқан жастықты байқады. Аки оны беруді өтінді. Сол сәтте мұғалім кенеттен барлық оқушыларға оқ жаудырды. Оның себебі студенттердің сабақтан қашуы еді. Мицукоға оқ тиместен бұрын Таэка мен Сүйір оны құтқарып,
басқа бөлмеге жасырды. Бірақ басқа мұғалім бір студентті атып, Тайко өзін құрбан етті. Ол қолынан жараланған соң, мұғалім оның басынан атып өлтірді. Сүйір мен Мицуко қашуға тырысқанымен, мұғалім Сүйірді де атты. Өлер алдында Сүйір Мицукода өмірді сюрреал деп қабылдауды және оған берілмеуді өсиет етті. Мұғалім қайта оқ жаудырғанда, Мицуко қашып шықты. Дәлізде барлық оқушылар сыртқа шығуға ұмтылды. Мұғалімдердің барлығы есінен айырылып, оқушыларға бей-берекет оқ атты. Бір студент Мицукода бұл жағдайдың себебін түсініп, әрекет етуі керек екенін айтты. Олардың тағдыры Мицуконың қолында еді. Осы кезде жел қайта оралды. Мицуко екі қауіптің ортасында қалды. Ол қашып, бос қалған қалаға жетті. Содан кейін адамдар бар аймаққа қарай жүгірді. Ақыры ол полиция бөлімшесіне жетіп, не болғанын түсіндіре алмады. Полиция қызметкері оны Кейко деп атап таныды. Таңғалған Мицуко, Кейко кім? Деп сұрады. Полиция қызметкері күліп, неге мектеп формасында жүргенін сұрады. Өзін Томако деп таныстырып, оған айна көрсетті. Мицуконың әлемі өзгеріп кеткен еді. Бұл шындықта ол Кейко және тұрмысқа шығуға дайындалып жатыр. Полиция қызметкері оны көлікке отырғызды. Кейконың көптеген жанкүйерлері бар екені белгілі болды. Ол енді 25 жастағы әйел, жасөспірім емес. Олар шіркеуге келді. Мұнда қалыңдық көмекшілері мен қонақтар күтіп алды. Ішке кірген Кейко Акиді көріп, таң қалды. Аки оны асығып киінуге шақырды. Ол басқа қыздарды шығарып жіберіп, Мицукоға, сен әрі Мицуко, әрі Кейкосың. Бүгін сенің үйлену тойың, деп түсіндірді. Кейко түсіндіруді талап етті, бірақ Аки уақыт жоқ екенін айтты. Киініп, тойға қатысуы тиіс еді. Қыздар қайта кіргенде, Аки олардың біріне шабуыл жасады. Ол Кейкоға осылай істеу керектігін көрсетіп, қалған қонақтарға да шабуыл жасады. Барлық қыздар қаза тапқан соң, Аки Кейкоға шіркеуге баруға шақырды. Қолына сынық бөтелке беріп, оны кейін қолдануды тапсырды. Қонақтар қуанып, Кейкоға гүл шашты. Мінәжат орнының ішінде табытқа ұқсас бір зат тұрды. Жиналған көпшілік есінен танып, тәртіпсіздікке бой алдырып, киімдерін шешуге кірісті. Ақыры, Кейко табытқа жетіп, қалыңдығын кездестірді. Сол сәтте ол Акидің неге қолына бөтелке бергенін түсінді. Кейко қалыңдығын пышақтап, қонақтарға шабуыл жасады. Аки келіп тез кету керектігін айтты. Дегенмен қайта оралған екі мұғалімнің қазір қылмыскер кейпіне енгені байқалды. Аки мен Кейко күресе жүріп, уақытша оларды залалсыздандырды. Жүрейік, деді Аки. Сыртқа шыққан соң, ол Кейкоға қашуды бұйырды, ал өзі қарсыластарды алаңдататын болды. Кейко қайда барарын білместен жүгірді. Біреу оған дауыстап шақырды. Тағы да күтпеген жағдай орын алды. Ол адам оны Идзуми деп атады. Айнаға қараған Кейко өзінің бейнесі өзгергенін байқады. Енді ол марафонға қатысушы Идзуми еді. Қыздар оны мазақтап, жай ғана жарысқа қатысуды жалғастыруды айтты. Бұл шындықта Мицуко Идзуми әрі чемпион жүгіруші болатын. Бүгін Идзуми үшін маңызды күн. Ол алға ұмтылып, жарысқа қосылды. Сүйір мен Тайконы көрді. Аки де жүгіруші кейпінде пайда болып, оған жарысқа көңіл бөлуге кеңес берді. Артта шошқа бейнелі күйеу жігітпен мұғалімдер қуа бастады. Сүйір Идзумиге бұл әлемнен қашып шығу керектігін айтты. Қыздар қуушыларды алаңдату үшін бөлініп кетті, ал Идзуми жүгіріп жалғастыра берді. Жеңіске жақын қалдым, деп ойлады ол. Бірақ мәреге жетудің орнына ол үңгірге тап болды. Студенттің бірі оны шақырып, үлкен қуыстың ішіне қарай алып кетті. Ішкі көрініс оны қатты шошытты. Студенттің мінезі өзгеріп, Идзумиге, өлуің керек. Сен тірі жүргенде, қалған қыздар қаза табады, деді. Ол айқайлап, бұл әлемде бәрінің Идзуми кесірінен өлетінін мәлімдеді. Аки көмекке келіп, оны құтқарып шықты. Ол Идзумиге, мен Мицукомын деп қайталай беруді бұйырды. Қыз айтқан сайын бастапқы бейнесіне қайта оралды. Енді Мицуко қайта келген соң, Аки оған жалғыз жол бар екенін айтты, ол жіптерді тарту. Бұл әрекет Акидің жойылуына әкеледі, бірақ портал ашылып, Мицуко құтқарылмақ. Аки түсіндірді. Бұл әлем ойдан шығарылған. Біреу оларды осында тартып, тек Мицуко ғана бәрін құтқара алады. Себебі ол басты кейіпкер. Егер ол жіптерді тартпаса, бұл әлемде, ондағы адамдар да оны өлтіруге тырыса береді. Күмәнданғанымен Мицуко жіптерді тартты. Аки жойылып кеткен соң, портал ашылды. Мицуко ас үйде пайда болып, сыртқа шыққанда тек ер адамдар мекендейтін әлемді көрді. Бұл дистопиялық қоғам еді. Мұндағы ерлер Тадж атты қатыгез, шөлшемді қорқынышты ойынға әуестенген. Оның үш басты кейіпкері бар: Мицуко, Кейко,
және Идзуми. Жас жігіт оған жақындап, сен бұл жерге жетеді деп ойламап едім. Сен болашақтасың, Мицуко, деді. Сол сәтте Мицуко есінен танып қалды. Оянғанда ол манекендерге толы үңгірде еді. Бұл манекендер оның 3 түрлі әлемдегі нұсқаларының бейнелері болатын. Жүре келе, ол ойын ойнап отырған қарт адамды көрді. Экранда оның басынан кешкен оқиғалары көрсетіліп тұрды. Қарт оған сәлем беріп, шындықты айтты. Ол 2034 жылдың көктемінде 150 жыл бұрын қаза тапқан. Қарт Мицуко мен оның құрбыларының діңқысын алып, клондарын жасаған. Бірақ мұнымен тоқтамай, олардың діңқысын компьютерлік ойынға енгізген. Бұл ерлердің ермегі үшін ұйымдастырылған. Ақырында қарт өзінің соңғы тілегін білдірді. Ол Мицукомен жақындасуды қала. Бұл оның орындалмаған арманы еді. Мицуко қасына жатқан жас клонды көріп, күтпеген әрекет жасауға болатынын еске алды. Ол клонға шабуыл жасап, қыздарды ойыншыққа айналдырмауды талап етті. Кейін қарттың таяғын алып, өзін жарақаттады. Ол енді бір шындықты түсінді. Әр әлемде өзін құрбан ету арқылы ғана еркіндікке жетеді. Осылайша Мицуко, Кейко және Идзуми үшеуі де өз-өзін өлтірді. Ақырында Мицуко қар жамылған кеңістікке оянып, бәрі аяқталғанын сезінді. Ол жүгірді. Енді ол еркін.